бәрі егер бір нәрсеге келсе дейді, мысалы, мен онда ол проект істеймін дейді. Мен басқалай істеу, басқалай ойлану керек, бәрін бүгін қалыптасып тұрған север деген. Енді сол мен бұзып, басқа жерге ашамыз. Қалай вообще продвижение болып отыр? Жарнамаларды салып жатырсыздар ма орта? Келіп отыр ма, тамады ма? Иә, уже басқа райондарымыз бар. Басқа райондар. Команда жинап жүріп қалған бар. Екі адам жақсы. Bir kızım var ya, bir bağım var. Egin bıraktık, cima dursan. Spalyeyi olmasın. Kırsın. Cima dursan çekilmesi. Onu kölk meselesi çeşiyor. Başlattı mı? Çok problemesi çeşsin. Нақты бірінші проектик. Нақты қазір үйден шығып, жететін кешек деген сияқты. Біз қазір ертеңнен бастап, мысалы, и пландар құрар. Маңызды, конечный точка болса, цель мақсатымыз. И соңғы жетіп бәрі. Сізге былай істесек қажет, екінші масштабты тетіп көбейтсек, немесе нақты қандай өзіміздің жоспарларымыз Жоспарлар. Команда жоқ па, просто ақын салып, ақтар кейін байланып цехтан бұрағын дайындап болғанбыз. Оны неге беріп, өздері жұмыстан. Оны босан да бара келдірдім, оны босан да мен өзім дейін, қандайсың бір нәрсе істейсің, шығасың, не істейсің? Зақып істейсің, әпкелесің, әкелдің нәрсе әкелесің. Рабочий болса, ол істей алмаса, мен істеп кетемін, сонымен қашым болды. Нақты қандай не береді? Марина болып көшесілетін бір адам деген? Жоқ, рабочий цех менде бар уже. Ана жерде что-то біз бардық қой жолы, ол жерде 5-ті отдаленный сияқты. Отдаленный болғанда ол жақта надо ғой. Мен оны не үшін таңдадым? Во-первых, просто тренировочный базада. И мен хозяйкамен келістім, олар фастфуд жоқ қой. Бұл қасына келуінің себебі сол болған қуатты. То есть, как бы сотрудничество. Если маған надо будет пицца, келіп кіріп отырады. Немесе оған жарайды. Оғанда ол жер ладно. Енді сізде өнім бар да, жақсы өнім бар, продукты бар. Енді соны адамдар көп жерінде ортаға қалай. Ана жағында жарготовочный, жаңағыдай сияқты болып тұра берсін, өйткені арендасы бәрі ыңғайлы ғой, дұрыс па? Енді сондайда келіп, халық көп жүретін жерге сол жерге кіріп қою керек, место. Иә, сол. Сол жағын решать ету керек те, сол жерді качать ету керек. Ол бәрі ойда бар да, сол қаржы керек қой, интересный болу. Жоқ, примерно соған шарттар жасашы, біздікі былай болсын шарт. Мына жерді жүргізе береміз. Осының жұмыстарын ұйымдастыра береміз де, бірақтан точка, бізде мына тағы точка ашып, центрдан ашып, содан кейін сол точканы мейлінше жарнамалап жүргізіп, өйткені ана жерге көп адам бара бермейді, машинасы бар, андайында болмаса. Ал енді халық көп жүретін жер болса, сол жерден местаны алып, сол жерден ашылса, больше. Түсіндіңіз ба? Енді ойын бәрі сол ғой дейсіз. Иә. Соған қарай көшейік. Ол үшін нақты қадамдар команданы құра беру керек, өйткені мына жаққа да тоже команда керек. Ал енді нақты немене место деп ойлаймын. Біз Шымкентте өрмейміз, сіз өзіңіз жақсы білесіз, примерно мына жерлерден жақсы кетеді-ау деген сондай жерлерден іздеу керек. Осы мына центрдан акиматпен келісу керек болса, там бірге барып келісейік. Ал енді сіздер соған да старайтесь етіп, біз кеткенше давай осыны істей кетейік десек, біз одан сайын ашыламыз да, любой кіретін жерге кіреміз надо. Любой немеге барамыз да, екінші сіздің точкаңызды ашып кету, сізге де выгодно, халыққа да выгодно болады. Ресторанға барып, мысалы да, сізге міне осындай бірінші көріңіз, мынандай жерден бір осындай квадрат метр маған бөліп беріңіз. Міне осындай болады, орын мен аламын, қолданамын. Жердегі сіздің клиенттеріңіз трафикті болады, плюс мынандай пайызын алып отырасыз, мен мынандай пайызын алып отырамын. Мен өзімнің фастфудыма былай айтқан кезде дәміне, сапасына сенімдімін, жеп көріңіз деген сияқты. Келісіп бар ғой, көп адамдарға бару керек. Солай келісіп, оның ішінен бір бесеуінің біреуі точно келісіп. Мықты презентовать етсін.
бірге баруға дайынбыз керек болса біздің командамыз бізді таныстырсаңыз біз плюс олар сізбен серіктес болу арқылы қандай нәрселерге қол жеткізеді соны көрсетуіміз керек та. Мысалы сізге трафик келтіреміз да, мысалы сізге үйден келеді бағанағыдай оларға да келеді. Сізге біз алла бұйыртса сайт жасасақ жақсы, лендинг пейдж жасасақ, одан кейін сол мейрамхананың сайты жоқ болатын болса, керек болса даже біздің атымыздан сізге сайт жасап беріп, бір-бірімізге біздің сайтқа кіру арқылы сіздердің сайттарыңызға да кіріп кете беретін болады деген секілді ше. Көп несін дайындап, сөйтіп олар орын береді ше. Жоқ, орын береді. Просто атты қойғызбайды. Атты қойғызбайды. Қойғызбайды деген. Жоқ, өзіңізге ондай шектеулер қойғызады. Қойғызады сізге былай да упаковкасымен жаңағы донерді берген кезде сыртындағы қағаздың өзінде атыңыз жазылып тұрса да сол да жеткізеді да адамдар. Сізге барып ана кофенің маңдайшасына барып жазылса деген сізге табыстап дұрыс соның өзі сізді таныта береді. Сізге главный ақша түсе білдіңіз бе? басында содан кейін логотипіңіз, донеріңіз жаңағы жейтін қағаздың өзінде болса болады да. Содан кейін мен айтқандай бір донер деймін, бір лавашты жесек қасына бір орынды қосып беріп отырмыз. Мысалы жегеннен кейін аузының дәмін кету үшін кішкентай бір қорапқа салып упаковкалап оның өзі маркетинг. Сол себес стоимостьтағы нәрсеге еріп алып кететіндер бар. Лобитке бол. Донерді жейсің, пиязбен жейді адам одан кейін оның пиязбен лобит беріп жатыр. Тек сол арқылы шығып кетеді. Сөйтіп ресторандарда араласақ, просто тәжірибеде бар да, орын кәдімгідей көп адамдар арендаға алып қалған, бос орындағы тұр мысалға 30 квадрат метр алған жерге беріп қойса маған да жақсы, маған да жақсы. Сет мейрамханалар бар ғой, который. Болды, давай сіздің сетіңізге кіргізейік, түгел бәрі мен дәміне дайын, бір жеген адам келе береді, ол оған да пайда да, мысалы не сіздің ол жерде сізде паспорт жоқ болу керек, главное. Өйткені адамдар ойлайды да, өзінің ұқсас өнім болса, менің тамағымды жеп азайып кетеді деген бұл. Сондықтан сөйтіп келеді, пожалуйста, міне 30% немесе 40% сіздікі, аренда төлейміз. Ко-брендинг деген бар. Үлкен компанияның бір кісі де болды. Жоқ, на практике қазір сол кафенің жанында ашылды ғой. Келісімшарт. Бірақ ол енді личный комфорт бар ғой, өзінің личный зона комфорт дейді ғой. И ол сразу қорқытып жүр. Ол бірінші эмоциямен рұқсат беріп қойды, потом уже ол қорқытып. Ё-мо, мен кетемін тоқтап болады. Уже пиццаны өте берсе, сондай айтады, пицца өте берсе, уже палау бәрі қалады да уже. И ол уже өзінің құтиясын ойлап бастады. Уже айлық тойлап жатыр, анау мынау істеп жатыр, одан кейін сөйтіп ол мен басында пиццаны өтіп жүрді да, потом уже пицца резко тоқтап қалды. Почему? Потому что менің официанттар ұсынбайды екен. Пицца ұсынбайды, менюға да кіргізбеген да. Вообще ұсынбайды. Кейін мен алдым да, болды. Уже умный көзбен, лучше в другом направлении привести берейін. Сөйтіп мен оған общение ол палау зачем сіз кухня полностью өзгертіңіз и европейға көшіп кеттім ғой, тек запускал ғой. Вот сондай практикада. А негізінде мен план бойынша енді мен орны бар кафеде алмағаннан кейін кафе жанында ашылған себебім сол да. И северге кетіп бара жатқан адам жолдан кіріп кетеді мақсатта. Жоқ, ана жерде сізде кафелер көп мойындау керек отырған, табысты себестоимостьін әрең өтеп отырған. Оларға сізге жабысақ, қазір көп Алматының өзінде қаншама квадрат метрді алып тастаған, одан да қосымша сіз арқылы оған табыс түсіп тұрған жақсылар. Тура солай істеп сізге көбейтіп алу керек. Қазір нақты қанша бір маман бар ма? Біз қазір бір кафеге келісіп, бір ресторанға да керек болса біз өзіміз барып, конкретно сөйлесіп, орын бөлдіріп, содан кейін сол жерді жүргізіп кете алатын бір қорқып. Мен бір айналып шығайын қаламын. Маған қазір северде көру, север ғой, фастфуд орталығы дегенде лаваштарда, дегенде бәрі тек қана север, оғым сондай болып қалды, север болды. көрдіңіз да, міне былай ойлау керек, мына жерде барлықтарыңызға қатысты. Мысалы, жекім айтады, бәрі егер бір нәрсеге келсе дейді, мысалы, мен онда ол проектті істемеймін дейді. Мен басқалай істеу, басқалай ойлау керек, бәрін күнін қалыптасып тұрған север деген. Енді сол мен бұзып, басқа жерге ашыңыз. Түсіндіңіз бе? Міне, мысалы, адам ойламайтын жерге ашып көру керек, тестировать етіп көру керек. Ашып көру керек. Бәрі север деп ойлайды, северде барып, кейбіреу барып жүрмейді ол жаққа.
ашайын ортадан центрдан. Қазір енді осындай не болады қазір келіп жатыр да мынау сол районның адамдар. Чеки бар ма дейді, иә бар. Насаққа бар ма? Иә, осы районға сізге тегін. Біз северге барып жүрміз ғой дейді да. Уже сөйтіп уже ұғымды өзгертіп жатыр. Соны айттым ғой, соны Зачем ехать тебе на север, когда у тебя подозрить ты можешь? Бізде қазір не бар ғой, база бар ғой. Менде қазір полный уже вашем кезінде мариножный цех уже засекречен, да, уже все. Там уже рецептура бәрі уже стандартқа отырып алған да. Уже полный. Мен тек қана бізде не жақсы орын отырады. Именно 20 адам, 100 адам. Команда и сол жүргізу. основательді көрдіңіз ба? Я көргем. Сол жерден ақырын көріп өтті основатель. Ананың қалай адамдарды келтіріп. Мен айтадым ғой, мен бұл неге фастфуд дейді. Тек сол неде жүрген ғой. Кухняда, ресторан бизнесте жүрген, официанттар жүргізіп, кухняның ішінде істеп, пияз турап, картошка турап, пияз турап, қарап. Қалай бәрі? Пол пайдасы қақтырып көргендей келеді. Мысалы, палау, мысалы, мен палауды не үшін қойдым? Палау 1 килограмм сейсің, қанша гривен аласың? Көтеріп алып келесің, пісіресің, уақыт. Оны қарасам мына келеді. 1 килограмм палауды, бұл деген мың жарым. Сыбай қандай күшті істейсің. И то ол кімге бересің? Істеген адамға или біреудің өзі болған болса жақсы. А ол 10 адамға сату. Бір палауды 10 адамға сату. А ол 10 адам табу да бар да. Ол 10 адам күнге ала бермейді ол палауды. Сол үшін келесі күні тағы да бір 10 адам табу керек та. Сонда недельный сен 100 адам болды, чтобы бір айналдырып жүр. А пицца, например, пицца раз бір саттың 8 теңге. Чеки саттың 5 теңге. Бір адамға бір порция и пайдасы, маржасы сай. Содан кейін мен алдымда, значит, болды, полностью тема жауып пасып тұтқан. Үш себебі сол. Артен зерттеген. Онда бұл істегі жалпы ұсыныс дайындау керек та. Презентациясын жасайды, ұсыныс көп кәдімгідей шығарып алып, нақты бару керек та. Мен мынандай презентациясын ұсынысын дайындау. Онда нақты кафе, ресторан, мейрамханаларға қашан барып аралар орын табасыз? Орын тауып, жағын келістіріп, жандырып кәдімгідей да. Онда болады негізінде, басқа кәдімгідей аралап шығыңыз, орындарды көріп, примерно ағылап шығыңыз. Оладау деген жерлерді қарап шығыңыз да, соларды Видеоға түсіргенбіз. соларға дайындалыңыз да, соған дайындалар, сіз ортатасыз, менде презентациялар жүреді. Сөйтіп олар түсіну керек та, барған кезде адамға презентовать еткен кезде ол сізбен бір кісі келетіндей қылып айту керек та. Жаман нәрсенің, кішкентай нәрсені дәлелдеп түсіндіру керек, сіздің как-то сондай қабілетіңіз бар. Сөйтіп айтып, егер ол орын бөліп беретін болып жатса, кәдімгідей тез масштаб сөйтіп оған бір адамды қойсаңыз, одан кейін барып орынға жаңағы Біз даже андай практикада бар көрдік бар. Мариновка түсіп, мариновка түсіп. Бір точка таптым да, бір точка. Мариновка түсіп жүрмін. Оказывается, одан болмайды екен. Одан болмайды екен. Жақсы, жоқ, жасау керек, бүйту керек. Короче, сіздер барып өтесіз ғой, 5 кило, иә? Сіз ортаға тастаңыз, қалам білетін адамдар бар. Біз барып, мына жерде олада, мына жерде сөйткен өзіңіз жалғыз қабылданған көрі, общий қабылдасақ, ол жақсы шығады да. Ортаға видеоға түсірғаныңызда, мына жер қалай болады. Жаңа уақытымыз, сол арқылы көрейік. Қазір бірінші орын, содан кейін барып команда сақтаймыз, команда нақты заданиялар беріледі, соны барлықтарыңыз қабылдап, соны істеу керек. Істейіп, өздеріңіз жан тұрсаңыздар, міндетті түрде нәтиже болады. Көрейін?